Оларда ай сайын гонорар, мысалы үшін бір редакцияға 1 миллион 150 мың теңге төленген. Кейін біз оны сәл азайтып 700 мың теңге азайттық. Бірақ бір журналистке, бір редакцияға 30-35 мың. Егер ол жақсы жазатын болса, ары қарай 50 мыңға дейін алынады. 12 миллионда 12-ге бөлсек, сонда айына 1 миллион емес. Біздің жоспарымыз бойынша бір редакцияға 350 мыңнан негізі есептегенбіз. Біздің осы газеттердің, журналистердің алатын орта жалақысы көрші Түркістан, Алматы, Қызылорда облыстарының журналистермен салыстырғанда қандай? Жоғары. Олармен біз оларға хабарласып, осы жақын жоғары ма, олар жоғары? Біздікі жоғары. Иә. Мысалы үшін Шығыс Қазақстандағы журналистер 125 мың теңге алады. Қаламақалар болған қосылған ғой? Иә. Осы Оралхан жақында ғана Алматы облысына хабарластыңыз ғой деймін да, Оралхан. Ол сіздерді қанша екен? Олардікі сол 110-120 төлеуін алады ғой. Түсінікті. Жаңаны ерден сөйлеген кезінде жақсы идея айтты. Мынау басқа өңірлермен байланыс, республикамен байланыс, осы біздердегі беріп отқан теле ақпараттарды соларға таратып, соларға беріп отқан бізге, республикаға өте жақсы ұсыныс. Вот сіздер өздеріңіздің мына 3 газеттегі шығып отқан жаңағы мәліметтерді басқа облыстарға таратасыздар ма? Басқа облыстан солардың бір жаңалықтарын бізде жоқтарын таратыла ма? Біз, мысалы үшін, былтыр Абайдың 175 жылдығында Абай музейіндегі эксклюзивный суреттерді мен арнайы алдыртып, Шығыс Қазақстанда жарияланған. Соны біз Ақжол газетіне бергенбіз. Сондай-ақ осы таяуда сіздің орынбасарыңыз ауыл шаруашылығындегі Берік Имашев Шығыс Қазақстанға сапары болды. Сол видеоны алып, Шығыс Қазақстанда сапарын бізде бердік өзімізге. Ал енді сол Шығыс Қазақстандағы әлеуметтік желіде белсенді азаматтарға мен осы жерде атқарылған шаруаларды видеоға түсіріп, суретке түсіріп жіберіп отырамын. Олар әлбетте әлеуметтік желіге бірден жариялайды. Және де мен енді сол жақта танитын жігіттер болғандықтан Жамбыл жақта атқарылып жатқан жұмыстарға жақсы баға беріп, жиі бөлісіп отырады. Жарайды, түсінікті. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, рахмет болсаңыз айтыңыз.